конференцияда. Екеуміз телефонмен елімізге белгілі әрқайсының жеке-жеке мен өзім танитын де, білетін де азаматтарымыздың қол қойғанының мынау қазақ тілінің, қазақ ұлтының қамын ойлап жүректерінің сыздағандығын мен толық түсінемін. Ал енді оған себеп болған мына лат деген тағы да басқа мына орыс тілінің, орыс халқының мүддесін қорғайтын қоғамдық бірлестіктердің қазақтың намысына тиетін шешімдерменен солар үндеуі себеп болған. Жаңа қол қойған азаматтарымыздың айтуынша. Бұндай әдіс, бұндай қадам бүгінгі таңда іс жүзіне асырылмайды. Мен рахмет айтам Мұхтар Шахановтың өзіне де, басқа осы қазақ тілінің қамшысын көтеріп жүрген азаматтарыма рахмет айтам. Біздің заңымыз, заң жобамызды 3 жыл бұрын қабылданған осы азаматтар Мұхтар Шахановтың қолдауыменен өздерінің ең негізгі заң жобасына өз аттарынан дайындап жатқан, негіз етіп алғандығына. Қазіргі бірақ осындай елді шайқалтпай, күйзелтпей, қазақтың намысына тисек те, ептеп тағы да бір шыдамдылығымызды көрсетіп, осы мемлекеттік тіл туралы заңды қабылдауға бар күшімізді соған жұмсауымыз керек. Енді адамдар болған да шығар.